Меня зовут Кострицын Владимир Анатольевич. Я проживаю в селе Балпык Коксуйского района. Школу заканчивал там же. Школа номер 2 имени Курманова. Хотел бы остановиться и рассказать ко дню учителя о своем любимом преподавателе. Это наш классный руководитель Лепшина Наталья Ивановна. Преподавала она нам биологию и химию. Представляете, такой тяжелый предмет, как химия. Но благодаря ее талантам и отличным педагогическим навыкам, она нас не то что заставила, а мы полюбили химию, полюбили биологию. Тұрарбек Олжас Бауыржанұлы, Алакөл ауданы Достық кенті номер 11 орта мектебінде оқуымды 11 сыныпқа дейін оқыдым. Сол уақытта менің сүйікті ұстазым Зина Абылғазина қызы болған. Я училась в средней школе номер 3 города Текели. Всегда с теплотой вспоминаю свои школьные годы. Благодарна всем своим учителям. Молдан Жасан Тоқтарханұлы, Ақсу ауданы Сыңсай ауылы Юрий Гагарин атындағы орта мектебінде білім алдым. Маған Маушанова Гүлсар апай жақсы білім берді. Ескелді ауданы Жетісу ауылында Жетісу орта мектебінде білім алғанмын. Менің сынып жетекшім Сембаева Альфия Абдуловна болған. Мен Мыңбаев Адлет, мен Кербұлақ ауданы Бертас орта мектебінде оқыдым. Менің ең сүйікті мұғалімім ол алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі Ахмеджанов Шамил Омаров болған. Ол кісі бізге тек қана өзінің пәнін емес, өмірде қандай адам болуға өзінің үлкен тәрбиесін берген. Менің қазіргі таңдаған мамандығыма үлкен септігін тигізген. Мен ол кісіні қатты сыйлап, үлкен ризашылығымды білдіргім келеді. Я Турсунова Дана Айдаровна, училась в селе Жансугурова, в школе имени Каныш Сатпаева. Любимым учителем географии была Светлана Талгатовна. Құрметті ұстаздар, бүгінгі сіздердің төл мерекелеріңіз ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын.